Onun qayıqqa baratkanını bilmeyim, şalдар көп айтты. Bir көп adam Jermanın töңірегінде одан көбірек адам жолаушы болып шығады. Мұның ішінде Бегей Сәлдір деген кісі болған, қараңғыда адаспайды. Бегей Мақышбай деген кісі болған, аттың жүгерін сүйреді, бір айналса судың тереңінен шығатын, тайыздан шығатын, ащы шығатын, тұщы шығатын біледі. Ішінде орамалға қылтық осы жерде берекет дейтін жігіт бар, соның төртінші адасы Елмәмбет деген адам болған, отқа жауырын салып қарап болатын оқиғаны болжайтын. Қырықмылтықтан екі батыр болған, Шоғыдан екі батыр болған, біреуі Қожалақ батыр, ол Нұрбауыл Қырықмылтық, орыс руынан, біреуі Орамал Қырықмылтық Қарағыл дейтін. Содан бұлар жүріп келіп, Қаразымның ойына құлайтын жерді Қасқа жол дейді екен, соған 10 километрмен 5-6 километр қалғанда түсіп, түсті әбеттеніп, сосын біреуі қарап отырып айтты, ал сүйекшім сүйегіне қарай не айтады деп. Жаңағы Орамал Елмәмбет деген кісі отқа салып жауырына қарап, кіндікті жаңғыз бір адамға қатер деп айтады деп. Сосын зөрдегілерінде адамның көңіліне бір зат қия келмесін деген ба, оны кімдегі айтылмапты. Bir üç adam barıp Қарауыл қарап келім, Қасқа жолдан құлаған жерде Малшының қара суы дейтін су бар екен, көл. Сол жерде түрікмендер келіп қазақтан жатады екен. Ойға құлап базарға баратқаны болсын, базардан кейін қайтқан болсын, сол жерде шауып олжалап кетеді екен. Соған үш адам барың десе, екі адам шығады да бір адам шықпайды. Қарағыл батыр мен барайын дейді еді. Сосын Қарағыл тұрып атына кетіп баратқанда Қожалақ батыр айтады, Қарағылды жібермең. Қарағыл қазір ана таудың басынан барып арғы ойда түрікменнің атын көрсе, сендерге хабар айтып келмейді, арғарда шауып кетеді. Жаңғыз барғасын көп түрікмен қамалап өлтіреді оны ұстап. Жібермен десе, Құданың құдіреті сол жерде ешкім іздеуіктей қоймаған болмаса, оның ішінде сол Қожалақ батырдың өзі барып, атының жылауын ұстап алып келгенде болады. Асар сұлу бар екен, ай Қарағыл сен кетті деген еді, о да болады екен, сода айтқан. Соныменен кетіп, бірбісі болу керек, бірбісі алып қарап тұрса, екі адам қашып келеді, көп адам қуып келеді түрікмен. Қожалақ батыр айтқан, міне мен жаңа айттым, Қарағыл келіп хабар айтты сендерге. Қарағыл әне жаңғыз барып ортаға түсіп өлтірген, мына екі адам қашып келеді, түрікмендер қуып келеді дейді. Енді менің айтқаным білмем, мен сендерді қырғызамын енді. Сол уақытта Қалнияз атамыз атынан мініп барама, мінбей балама, сол жерде енді мына ірі басты адамдар жыраудың аузынан естіп жүр. Сол жерде сол бір-екі ауыз сөз айтып тоқтатады ғой жалпы батырлар. Қалай еді? Аузыма түспей атқаны бірі. Қалнияз атамыз мініп бара ма, атына мінбей бара ма? Иә, мінбей бара ма, барады да Қожалақ батырға айтады, иә. Ағымдасың адайдың үлкен үйін мұңалсың, өзің батыр, өзің бір ұлы жиын құралсың. Төрт мұңалың тұрғанда басқасы келіп адайдың қайысты қолыңнан туып алсын. Қарағылдың қан үшін, ағайынның ар үшін Қожалақ тұрмай жауғаттан келін берді, Құдайға ізіңнен сарбас шұб алсын. Ізіңнен сарбас шұб алса, әруағың аспай ма? Ертең елге барғанда ерлігіңді дұшпаның қорқып қашпай ма? Ертең елге барғанда ерлігіңді естіп жиналып тұрған көп халық алдыңнан шашпай ма? Арғатан сенің ерсармыз, Астарқанды шауып олжалған, меруерт сұлу мұналған. Өзіңнің атың ермай көт, жоғады ғой сенің жаудан қалған жерің жоғады қорғалап. Нәғып тұрсын Қожалақ атыңның басын бұрмалап деген ғой. Сол уақытта Асарсып аттан Қожалақ аттан дегенде, ал енді Қарағылдың Қожалығына түскен қиыншылық қайсын жаудан бастарсан бәріңе тілеймін дептер жауға шапты дейді. Сөзді түрікмендерді өлтіріп қырып Қожалақ батыр. Нұрбауыл Қырықмылтық. Қайтарып қалекеңнің енді осындай сөздері бар қалғанымыз.